Шымкент қаласының білім саласында ротациялау тәртібімен орын алмастырған басшының бірі Ермекбаева Жанар Алтынбек қызы болады. Ол өзі 9 жылға жуық басшылық жасап келген Циолковский атындағы нөмірі 84-ші жалпы орта білім беретін мектебінен Жаңаталап елді мекенінде орналасқан Төлеген Тәжібаев атындағы нөмірі 81-ші жалпы орта білім беретін мектебіне директор болып ауысты. Білім беру саласында 30 жылдық тәжірибесі бар маман, ротациялау бірінші басшылардың басқарушылық тәжірибесін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді дейді. Ал Жанар Алтынбек қызы жаңа жұмға келіп, жұмыс бастаған қысқа уақыт ішінде білім мекемесінің жұмысын жетілдіруге күш салып келсе, мектеп оқушыларының да осы аралықта жеткен жетістіктері аз емес. Бүгінгі таңда нөмірі 81-ші мектепте 1600-ге жуық оқушы білім алса, оқу ордасында 133 мұғалім еңбек етеді. Жетістіктерге тоқталсақ, 5-6 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде нөмірі 81-ші мектептің 2 оқушысы бірінші орынға ие болса, 3 оқушы жүлделі 2-ші орынды жеңіп алған. Сонымен бірге қалалық мектеп лигасы қыздар футбол жарысы бойынша мектеп командасы жеңімпаз атанған. Бұдан өзге 8-11 сынып оқушылары арасында республикалық зерттеу жобалар конкурсында бірнеше оқушы жүлделі орындарды еншілесе, Шымкент қаласының әдістемелік орталық ұйымдастырған білімді мұғалім байқауында 9 мұғалім озық идеялы іс тәжірибесін ұсынған үшін жүлделі орындарға ие болған. Жанар Алтынбек қызы Жаңаталап елді мекенінде орналасқан осындай қара шаңырақ мектепке өзіңіз 5-6 айдан бері басшылық қызметке келіп, жүйелі жұмыс жасап жатқаныңызды білеміз. Сіз ауысып келуіңіз осы ротацияға тікелей байланысты болды. Осы тұрғыда жаңа ұжымда бүгінде жүзеге асырып жатқан жаңа бастамаларыңыз, осындағы ұжымның тыныс тіршілігі және алдағы мақсаттарға тоқталып өтсеңіз бірінші кезекте. Рахмет, қош келдіңіздер біздің мектебімізге. Жалпы мынау биылғы оқу жылы біз үшін ерекше оқу жылмен басталып отыр. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 559 бұйрығына сәйкес мынау 7 жылдан асқан басшыларды ротациялау заңы күшіне енген болатын. Міне осы бұйрықтың негізінде нөмірі 84-ші Циолковский атындағы жалпы білім беретін орта мектебінен осы Төлеген Тәжібаев атындағы 81-ші жалпы орта білім мектебіне ротациялау тәртібімен ауыстым. Жалпы қазір мынау ұжымға келгелі 5-6 айдың жүзі болды. Мынау мектепті ең бірінші келген күннен бастап мынау зерделеу мақсатында бірсыпыра зерделеп шықтық. Жалпы ұжымның тұрмыс тіршілігі, жеткен жетістіктері, мол үлкен ірі қара шаңырақтың бірі бұл мектеп. Енді алдымызға қойып атқан мақсаттарымыз мынау мектептің даму жоспары, яғни мектептің алдағы уақыттағы 3 жылға белгіленген даму жоспарын бекіттік. Әрине ұжыммен бірге отырып, қазіргі таңда мектебімізде 1586 бала білім алуда, 133 педагог қызметкерлеріміз осы шәкірттерімізге сапалы білім беруде қызмет істеп келе жатыр. Алға қойған мақсат міндеттеріміз өте көп, соның бірі мынау қазіргі президенттің жолдауында көрсетілгендей сапалы білім беру. Сапалы білім беруде мұғалімдеріміздің арасында да өте шығармашыл, білікті мамандарымыз жеткілікті. Оған себебіміз де бар. Биылғы оқу жылының өзінде білімді ұстаз байқауына бірнеше ұстаздарымыз қатысып, соның ішінде 7 ұстазымыз бірінші орынмен марапатталды. Бұл да болса ұжымның шығармашылық әлеуетінің жоғары екендігін көрсетеді. Сонымен қатар мынау кешегі жалпы білім беретін пәндер арасында өткен республикалық пән олимпиадасына да мектепішілік кезеңнен 16 оқушымыз қатысқан болатын. Сол 16 оқушының 9 оқушысы қалалық кезеңге жолдама алып отыр.
Алла қаласа алдағы уақытта осы 9 оқушымыз республика деңгейінде өздерінің бақтарын сынайтын болады. Бұл да болса мынау қазіргі мұғалімдеріміздің еткен еңбегінің арқасы деп бағалаймын. Жанар Алтынбекқызы, енді өзіңіз мынау жетістіктерге тоқталып өттіңіз. Ротациямен ауысқаныңызға өкінбейсіз бе? Жоқ, өкінбеймін. Ротация деген бұл жаңа бастама, жаңа серпін, жаңа мүмкіндік. Жалпы ротацияның өзінің де талабы бар. Біріншіден бұл ротация мынау білім беру ұйымдарының жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында ұйымдастырылып отқан дүние. Екіншіден мынау бірінші басшылардың кәсіби әлеуеті, яғни басқарушылық тәжірибесін тиімді пайдалануға әсер етеді деп ойлаймын. Сонымен қатар ұзақ уақыт бір жерде отырып, кәсіби біліктілікті тұралап қалуға жол бермейді. Екіншіден, одан кейін енді мынау соңғысы сыбайлас жемқорлықтың алдын алады. Сол мақсатта осы ротация тәртібімен ауысып отырмыз. Өкінбеймін. Мектепке келгелі жаңа серпін пайда болды. Мынау жаңа ұжымда керемет бір сондай ауызбіршілікте жұмыс жасап жатырмыз. Ұжым жақсы қабылдады. Қазір мынау алға қойған мақсат міндеттеріміздің барлығын жоспарлап, дәл қазіргі таңда керемет жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ротациямен ауысқаныма өкінбеймін. Қалай өтті? Осы ротациялау барысы еркіндік берілді ма сіздерге? Әрине. Сіз неліктен осы мектепті таңдадыңыз? Әрине еркіндік берілді. Қалалық білім басқармасы тарапынан бізге алдын ала жиналыстар өткізіліп, осы мынау ротация мәселесі қолға алынған кезде таңдау еркіндігі берілді. Яғни таңдау еркіндігі дегенде өзіміздің мектебімізбен деңгейлес, жаңағы сондай мектептерді өздеріңіз таңдаңыздар деді басқарма басшысы Жанат Арысбековна. Сонымен жиналыстардың бірінде осы 84-ші мектепке ауысып барған, осы 81-ші мектепте бұрын басшы болған Шадия Қасымқызы екеуміз қатар отырдық жиналыста. Сол кезде сұрадым, енді мынау ротация бәрімізге келіп жатқан бір не өзгеріс болып жатыр, сондықтан екеуміз бір-біріміздің мектебімізді көрейік, қалай болады екен деп. Сонымен екеуміз әңгімелесе келе, сұхбаттаса келе, екі мектеп деңгейлес мектеп екен, оқушы саны жағынан да, жалпы мынау педагог қызметкерлер саны жағынан да, жалпы жеткен жетістіктеріміз жағынан да екеуміз таңдау жасадық бір-бірімізбенен ерікті түрде өз келісімімізбен ауысамыз деп. Ешқандай қысым болған жоқ. Сіз өзіңізбен бірге бір орынбасар болмаса мұғалімдер алып келмедіңіз бе? Жоқ, бізге ол ротацияның басында талабын түсіндірген кезде жаңа айттым ғой, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында болып жатқан дүние болғандықтан ешқандай да командамен баруға рұқсат жоқ деді. Біз оны олай қабылдаған да жоқпыз. Себебі 84-ші жалпы орта білім беретін мектебіменен қазіргі Тәжібаев атындағы мектеп 81-ші мектептің арасы өте алшақ. Біріншіден, екіншіден, бұл жерде де бұрыннан қызмет істеп жатқан оқу орынбасарлары, есепші, бас есепші, не болмаса шаруашылық жөніндегі орынбасарлар бұрыннан жұмыс істеп жатқан қызметкерлер. Ешқайсысын ауыстырған жоқпын, ешкімді өзімен бірге алып келген жоқпын. Тек қана бұл жерде екі мектепте де басшылар ғана ауыстық. Педагогикалық еңбек өтіліңізге тоқталсаңыз, қандай жетістікке жеттіңіз осы еңбек жолында? Жалпы мынау бүгінгі басшылықта отырған мектебіңіз, сіздің басшылықтағы қаншаншы мектеп? Педагогикалық өтілім 30 жылға толды, биылғы жылы. Бұған дейін мен 93 жылдан бастап қаламыздағы 52-ші жалпы орта білім беретін мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызметті бастадым. 2010 жылы сол аталған мектепте директордың оқу әдістеме жөніндегі орынбасары болдым. 2013 жылы конкурстық негізде қаламыздағы 84-ші Циолковский атындағы жалпы білім беретін мектепке конкурс негізінде директор лауазымына тағайындалдым. Ол жерде де 10 жылға жуық басшылық қызмет атқардым. Мынау енді осы басшылық қызметімнің 81-ші мектеп, бұл екінші мектеп болып есептеледі. Былтырғы тамыз айында осы мектепке ротациялау тәртібіменен ауыстық. Ал енді өзімнің жетістігіме келетін болсам, жалпы бізде мынау қалалық білім басқармасының арнайы алғыс хаттарыменен, қалалық білім басқармасының жанынан ашылған әдістемелік орталықтың арнайы алғыс хаттарыменен, сонымен қатар дарын орталығының алғыс хаттары, және 2014 жылы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің алғыс хаты, және 2019 жылы сол Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталдым. 9 жылға жуық басшылық қызметте тәжірибеңіз бар. Осы уақыт аралығында сіз мұғалім де болдыңыз, барлық баспалдағынан өттіңіз білім саласындағы.
оқушыларыңыздың үздік жетістігін айтып беріңізші. Осы мұғалімдікте, мынау мектеп директорының орынбасары қызметінде, басшылық қызметте болсын, сізді мынау жетістікке жетелеген қандай шәкірттеріңізбен мақтана аласыз? Мен енді өзім мұғалімдік қызметті 25 жылға жуық сол 52-ші мектепте жұмыс істеген кезде республика көлемінде, қала көлемінде, ол кезде енді облыс болатын, облыс көлемінде пән олимпиадаларынан жүлделі орын алған оқушыларым өте көп болды. Сонымен қатар өзімнің тағы да бір ерекше айтып кететін жетістігім, мынау жыл мұғалімі байқауы, 99-шы жыл мұғалім байқауына қатысып, сол жыл мұғалім байқауынан бірінші орын жүлдегері атанып, ең бірінші санаттың беріліп жатқан кезі болатын. Сонда жаңағы мен енді санаты жоқ мұғалімнің қатарынан сол жыл мұғалімдегі бірінші орынды алғаным үшін жоғарғы санат берілген болатын. Ол үшін бұл енді менің мынау осы педагогикалық тәжірибемдегі ең бір жетістігім ол деп өзім бағалаймын. Және сонымен қатарда өзім мынау мұғалім болып жүрген кезімде де мұғалімдер олимпиадасына қатысып жүлделі орындармен марапатталдым. Ал енді мынау басшылық құрамға келген кезде де біз өзіміздің мынау шәкірттеріміздің республикалық көлемде алған байқаулар өте көп. Абай оқулары, Мақатаев оқулары, Мағжан оқулары арасында жүлделі орын алған шәкірттерімнің де саны өте көп. Мынау жаңа ұжымда бүгінде бір 6 айға жуық уақыт болды жұмыс жасап жатқаныңызға. Алға қойған негізгі мақсаттарыңыз қандай? Бізде мынау қазір ұжымменен бірлесе отырып, жаңа айттым ғой, мен жұмысқа келген күннен бастап бізде мынау жалпы жұмыстың бағытын ары қарата алдымызға қандай жоспар қоямыз, қандай міндеттер қоямыз деп зерделенген кезде мынау ең бірінші біз мынау білім сапасына көңіл бөлейік деп шештік. Себебі өздеріңіз білесіздер, мынау кешегі карантиннің кезі қашықтықтан оқыту оқушылардың білім сапасына өте қатты әсер етті ғой. Сондықтан да мынау қазіргі таңда ұжым болып біз мынау сыныптағы оқушылардың білім сапасын арттыру жұмыстарына кірістік. Мектепте шығармашылық топтар құрылды. Ең бірінші мақсатымыз осы шығармашылық топтар құру. Ал енді ол шығармашылық топтар қазіргі таңда қандай жұмыстар атқарып жатыр десек, шығармашылық топтардың өзінің әрқайсысының бағыты бар. Шығармашылық топтардың басым бөлігі зерттеу сабақтарымен жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Яғни мұғалімнің мынау оқушыларға беріліп жатқан сабақтың сапасы қандай? Зерттеу жұмыстары. Сосын іс-әрекеттегі зерттеу. Мынау бірінші 90, екінші 90-ның көрсеткіші бойынша төмен көрсеткіш көрсеткен пән мұғалімдеріміздің өздерінің іс тәжірибесін зерттеу мақсатында, яғни сапалы білім беруде қандай әдіс тәсілдерді тиімдірек пайдалансақ болады деген өздерінің іс әрекеттерін зерттеу жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, мынау тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп айтады. Осы білім мен тәрбие қатар жүреді. Осы мақсатта мектебімізде ата-аналармен бірлескен үштік одақ ұйымы жақсы жолға қойылып отыр. Бүгінде міне қазір ата-аналармен бірлескен іс-шара үштік одақтың әжелер мектебі. Бүгін мынау арнайы құрылған әжелер мектебі біздің өзіміздің қыз балаларменен өздерінің бір керемет іс-шарасын өткізеді. Және де мынау бізде үнемі шығармашылық топтың жұмыстарын жаңа айтып кеттім ғой. Өткен аптада отбасы және дәстүр іс-шарасы өтті. Онда мынау өзіміздің қазіргі қазақ халқында ұмыт қалып баратқан дәстүрлерді насихаттау мақсатында ата-аналар арасында бірлескен бір керемет іс-шара өтті. Бұл да болса мынау балаларымыздың бойында ұлттық құндылықтарды сүюге, ұлттық құндылықтарымызды сақтауға әсер ететін бір іс-шаралар деп өзім бағалаймын. Сондықтан да мынау алдағы қойған мақсатымыз да осы шығармашылық топтардың жұмысы сапалы әрі нәтижелі жұмыс жасау. Осы бағытта жұмыстар жүргізіп жатырмыз қазір енді. Материалдық, техникалық базасы қалай, мектептің ахуалын қалай деп бағалайсыз бүгінгі таңда? Қазіргі таңда енді мына өзіңіз білесіз, жан басына қаржыландыруға көшкенімізге де біраз жыл болып қалды. Ал енді бұл жан басына қаржыландыруға көшкенде де алғашқы кезде ойланғанбыз, бұл қалай болады екен деп. Мынау бала санына қарай төленетін қаржы болғандықтан, бөлінетін қаржы болғандықтан, қазіргі таңда материалдық база өте жақсы деп айтуға болады. Былтырғы оқу жылында мысалы жаңа модификацияланған кабинеттер, химия, биология, химия кабинеті. Сонымен қатар мынау ерекше білімді қажет ететін балаларға арналған логопед кабинеті былтырғы оқу жылында алынған болатын. Ал енді биылғы 2023 оқу жылына жоспарланған тағы да үлкен нелеріміз бар. Бұл мынау робототехника кабинеті, сонымен қатар алғашқы әскери дайындық кабинеті. Олардың барлығы мынау конкурс негізде жүргізіліп, жалпы мектептің материалдық базасын нығайтуға бір керемет сондай бір жұмыстар жасап жатырмыз. Бұл енді үкіметтің бізге көрсеткен үлкен қолдауы ғой. Сондықтан да қазіргі мынау компьютер мәселесі, балаларға берілген ноутбуктар,
Бұның барлығы осы жылдан жылға материалдық базаны толықтырып, дәл қазір балалардың сапалы білім алуына керемет жағдайлар жасалып жатыр. Білім жағынан мықты оқушылар, жетістікке ие оқушылар дайындауда мұғалімдерге артылатын жауапкершілік жоғары. Сіз мамандарға қандай талап қоясыз? Шығармашылық, біліктілігі жоғары ұстаздардың қатары өте көп. Жалпы ұжымда білімді ұстаздар да өте көп. Оны мынау оқу жылының басынан бері байқап саралап келе жатырмыз. Ал енді мұғалімдерге қойылатын талап бүгінгі таңда өте жоғары деңгейде. Сол талаптардың барлығын орындау мақсатында мұғалімдеріміз аянбай еңбек етіп келе жатыр. Мысалы қазір мынау бізде енді шебер ұстаз деген жоқ мектепте, бірақ зерттеуші ұстаздарымыз, жаңағы айтып жатқан шығармашылық топтың жетекшілері осы зерттеуші ұстаздарымыз. Яғни қазіргі таңда 8 команда құрылған, 8 топ құрылған, сол 8 топқа жетекшілік ететін осы зерттеуші мұғалімдеріміз. Сонымен қатар мектебімізде бізде магистрлер бар. Бұл магистрлеріміз мына оқушылардың ғылыми жобаларды дайындауға үлкен атсалысып жатыр. Қазіргі таңда бізде 10 оқушымыз, осы магистрлердің дайындаған 10 оқушы шығармашылықпен айналысып, ғылыми жобалар байқауына дайындық үстінде. Сонымен үнемі мынау және де мынау мұғалімдердің жаңағы өздерінің мәртебесін көтеру мақсатында, ата-ананың мұғалімге деген сенімділігін нығайту мақсатында мектебімізде әр 90-да ашық есік күні ұйымдастырылып отырады. Мынау өткен желтоқсан айында да осындай үлкен ашық есік күні болды. Ол кезде де ата-аналар өздері қалаған сабақтарына қатысып, үйірме жұмыстарын көріп, өздерінің оң бағаларын беріп отыр. Осы алдағы уақытта да тағы да осы ата-аналармен бірлескен ата-аналарға арналған ашық есік күндерін жоспарлап отырмыз. Мұғалімдерді қабылдау барысы соңғы жылдары Шымкент қаласында электронды жүйеде жүзеге асады, HR процесс. Бұл жалпы жұмысқа кіруші мен басшының арасында байланысты болдырмау, ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында қолға алынған. Бірақ енді осы жүйеге де сын айтушылар көп. Жалпы сіздің пікіріңіз қандай? Сіз осы жүйе арқылы өзі қанша маман қабылдадыңыз биылғы жылы? Бұның тиімділігі неде? Өте жақсы. Әрине мынау қазіргі бізге алдымызға қойылып жатқан ең басты талаптың бірі бұл ашықтық қой. Сондықтан да мынау қазіргі кезде мынау мамандарды қабылдауда мынау HR процесс дейміз қазіргі осы жүйе арқылы қабылдап жатырмыз. Жалпы ол жүйенің тиімділігі өте жақсы. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, әрбір қабылданған маман үшін басшы жауап береді, әр түрлі алып қашпа қауесеттер де тарап жатыр. Сондықтан да мынау қазіргі маманды қабылдаған кезде бұл электронды түрде қабылдайды ғой енді. Маманға қойылатын біріншіден талаптар өте жоғары ол жерде. Міндетті түрде оның жаңағы арнайы дипломы, арнайы біліктіліктен артылған жаңа сертификаттары болу керек. Сонымен қатар оның жаңағы санаты, соның барлығы жаңа сол жерде комиссияның несінен өтеді, қарауынан өтеді. Сол жерде ең мықты маман деген жұмысқа орналаса алады. Әрине ол деген сөз бізге енді білікті мамандардың келгені бізге де жақсы ғой. Сондықтан да бұл жүйе өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған деп өзім баға бере аламын. Өте тиімді, біз үшін өте тиімді. Ал енді биылғы оқу жылында біз мынау қыркүйек айында ағылшын тілі пән мұғалімін алдық, осы HR процесс арқылы. Өте жақсы. Өзінің жаңағы сол барлық талаптардың деңгейіне сәйкес келгендіктен сол маман бізге осындай мұғалім болып қызметке орналастырды. Қазіргі таңда тағы да информатика пәні бойынша бір бос орын жариялап отырмыз. Енді алдағы уақытта оны да мынау комиссия шешіп, жақсы маман аламыз ба деген үміттеміз енді. Бастауыш сынып оқушыларын тегін тамақпен қамту, оның ішінде әлеуметтік тұрмысы төмен отбасы балаларын қамту бойынша нөмірі 81-ші жалпы орта білім беретін мектебінде қанша бала тегін тамақтанады? Сапасы қалай? Ата-аналар тарапынан сіз келгелі сын айтылу жайттары орын алды ма? Жақсы. Қазір енді өздеріңіз білесіздер, мынау былтырғы оқу жылынан бастап бастауыш сыныптардың барлық оқушылары бір реттік ыстық тамақпен қамтамасыз етілген 100%-ға. Бізде қазіргі таңда 1026 бала, оның ішінде жаңағы әртүрлі санаттағы балаларымыз да бар ғой. 1026 бала күніне бір реттік ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі. Ал енді бұл ыстық тамақпен қамтамасыз ету дегеніміз бұл ата-анаға да үлкен көмек. Балалар осы жерге арнайы кесте бойынша кіріп, ыстық тамақтарын ішіп, одан кейін жаңағы өздерінің сабақтарына, болмаса жаңа қосымша үйірме сабақтарына қатысып жатады. Ал енді ыстық тамақ сапасына келетін болсақ, арнайы бракераждық комиссия құрылған мектеп ішінен. Ол бракераждық комиссия ол ыстық тамақтың сапасына күнделікті тексеріп, бағасын береді. Енді мен келгелі 6 ай уақыттың ішінде ата-аналардан бұл ыстық тамақ бойынша шағымдар түскен жоқ.
Ал енді біз ол бір жағы ойлаймын, ата-анамен біз күнделікті байланысқа түсіп отырамыз. Мен өзім арнайы ата-аналардың чатында бармын, және мынау ата-аналардың кез келген қоңырауына өзім 24 сағат бойы жауап беруге дайынмын. Себебі ата-аналарға да солай түсіндірілген, кез келген уақытта мектеп басшысы қажет болған жағдайда байланысқа шығыңыз деп. Ата-аналар байланысқа шығып, жаңағы балаларының өздерінің керек нәрселерін, өтініштерін айтып жатады. Ол өтініштерді біз дер кезінде орындаймыз. Бірақ ыстық тамақ сапасына байланысты ата-аналардан ешқандай шағымдар келген емес. Сосын біз енді 2 аптада бір рет арнайы ата-аналардың арасында өзіміз чатқа тастаймыз, жаңағы ата-аналардың өзінің арнайы чатында. Келіп ыстық тамақ сапасын көремін деген ата-аналар болса, қызығушылық танытып, менің балам не тамақ ішіп жатыр, қандай тамақ ішіп жатыр, сапасы қандай деген, егер көңілдеріңізде бір не болатын болса, келіп көріңіздер деп. 2 аптада бір рет ата-аналардан құрылған арнайы комиссия ыстық тамақтың сапасын өздері бақылауға алып, басшылыққа алып отырады. Жанар Алтынбекқызы, білім мекемелерінің білім сапасы, білім басқармасы басшысының да тікелей бақылауында қазіргі таңда. Жалпы енді кейбір білім мекемелері осындай мемлекет тарапынан барынша жағдай жасалып отырған тұста есесіне білім көрсеткішін төмендетіп алып жатқандығы жасырын емес. Сіз келген ұжымда, сіз келгенге дейін қандай пайыз көрсеткішке ие болған, бүгінгі таңдағы ахуал қандай? Сіз қай көрсеткіштерді осы оқу жылының аяғына дейін жақсартуға міндеттісіз? Өте дұрыс, мен жаңа айттым ғой, мынау келген кезде ең бірінші осы мектепке басшы болып ауысып келген кездегі бірінші зерделеу бұл оқушылардың білім сапасы, яғни білім алушылардың білім сапасы қай деңгейде. Мынау бірінші 90 қорытындысы бойынша біз 40% көрсеткіш көрсеттік білім сапасы бойынша. Әрине бұл төмен. Сондықтан да қазіргі таңда осы білім сапасын көтеру мақсатындағы жаңа құрылып жатқан шығармашылық топтардың жұмысының барлығы осы білім сапасын көтеру мақсатында құрылып жатқан жоспарлардың бірі. Ал енді балалардың білім сапасын көтеру мақсатында біз мына олқылықтарды жою жоспарын құрғанбыз. Олқылықтарды жою жоспары жаңа айтып кеттім ғой, мынау қашықтықтан оқыту кезінде, яғни карантиннің кезінде балалар көп бағдарламаны игере алмай қалды. Сол игере алмаған бағдарламаларды балаларға қосымша үйрету мақсатында осы олқылықтарды жою жоспары құрылған болатын. Қазіргі таңда жаңа айтып кеттім ғой, енді мынау материалдық базамыз өте жақсы. Қазіргі таңда 2 аптада бір рет арнайы оқушыларға дайындалған тестіміз бар. Мынау Edukом платформасымен келісімшартқа отырып, осы арнайы Edukом платформасы арқылы балалардан онлайн түрде тест алынады. Және оның тесттің қорытындысы директор жанындағы кеңесте қаралып, арғарата төмен көрсеткіш көрсеткен сыныптарға қандай көмек көрсетеміз, болмаса қандай жұмыстар жасаймыз деген сияқты жұмыстар қолға алынған. Жалпы алдағы уақытта мына 2-ші 90-ның қорытындысы бойынша білім сапамыз 43-ті көрсетіп отыр. Ал енді мынау бұл 3-ші 90 ең шешуші 90 дейміз ғой. Құдай қаласа осы 3-ші 90-да да білім сапамызды бұдан да көтеруге әрекет жасап жатырмыз, себебі мұғалімдер осы бағытта жұмыс жүргізіп жатыр. Арнайы тесттер алынып, мынау балалардың сапасын көтеретін жаңағы түрлі сондай бір іс-шараларды ұйымдастырып, осыны қолға алып жатқан жағдайымыз бар қазіргі таңда. 43% Шымкент қаласының білім мекемелері арасында бұл қандай көрсеткіш деп санайсыз? Бұл енді өте жоғары көрсеткіш емес, орта деңгей. Ал енді алдағы уақытта мынау 3-ші 90-ымыз бар, 4-ші 90-ымыз бар, алдағы уақытта сапаны көтереміз деген өзіміз алдымызға осы мақсат қойып отырмыз қазіргі таңда. Осы мақсатта бәріміз жұмыла жұмыс жасап жатырмыз. Алла қаласа алдағы уақытта білім көрсеткіші бұдан да көтеріледі деген өзім үміттемін. Өзіңіз осы жаңа жұмға келгеннен кейін басқарма басшысының нақты өзіңізге қандай тапсырмалары болды? Сіз оны қалай орындап жатсыз бүгінгі таңда? Бізде мынау басқарма тарапынан біз арнайы осы жаңағы ротациялау комиссиясында отырған кезде басқарма басшысының бірінші қойған талабы сапаны көтеру. Міне осы сапаны көтеріп, осы сапаны көтеруде барлық жұмыстың барлығын қолға аласыздар деген тапсырма болған. Мектеп болғандықтан бұл жерде ең бірінші сапалы білім болу керек. Сондықтан да мынау басқарма басшысының бізге қойған талабы сапалы білім беру. Осы сапалы білім беруде жұмыстар атқарып жатырмыз. Педагог мәртебесі заңы қабылданғаны бәрімізге аян. Әрине қазіргі таңда педагогтар тек қана білім беру жұмысымен айналысады. Басқа артық жұмыстарды мұғалімдерден біз алып тастағанбыз. Қосымша жұмыс атқару, болмаса жаңағы бір басқаша жұмысқа жегу деген нәрсе жоқ. Тек қана мұғалім білім сапасымен, яғни білім берумен айналысады.
Енді өзіңіз де білесіз, мынау педагогтарға артылып атқан жауапкершілік те өте жоғары, және педагогтарға көрсетіп атқан қолдау да қазіргі кезде баршылық. Ол деген сөз, мынау биылғы жылда оқу жылына жаңа жылдан бастап, 2023 жылдан бастап педагогтардың тағы да 25% үстеме ақы төленуі айлық жалақысына. Бұл да болса осы педагогтарға көрсетіліп атқан үлкен құрметтің бірі. Педагогтардың осындай сапалы білім беруіне қазір үкімет тарапынан да керемет жағдайлар жасалып жатыр. Бос уақытын тиімді пайдалану үшін арнайы кітапханаларда керекті құрал жабдықтарменен қамтамасыз етілген керемет. Сапалы білім беруде мұғалімдерге келтіретін ешқандай да кедергі жоқ қазіргі таңда.